Қазақ ертегісі әдемі Айсұлу. Бір ауылда 3 қан ағайынды өмір сүрді. Мұндай мықты адамдар мен алаяқтар болды. Барлық құрдастар оларды мақтан тұтты. Барлық қыздар оларға қарады. Барлық қарттар оларды мақтады. Күшті достық ағайындыларды сәби кезінен бастап байланыстырды. Олар ешқашан бөлінбеді, ешқашан ұрыспады, ештеңе туралы дауласпады. Кейбір күндері ағайындылар далаға бүркітпен аң аулауға кетті. Ұзақ уақыт бойы аң да, құс та олардың көзіне түспеді. Олар жылқыларды ауылға бұруға дайын болды. Кенеттен олар дала бойымен жүгіріп жерге басады. Түлкі от сияқты қызыл. Мұндай аңның терісі үшін көп ақша беріледі. Бүркіттің үлкен ағасы лақтырып жіберді. Бүркіттің қанаттарын жайып аспанға көтеріліп, биіктіктен найзағаймен түлкіге құлады. Олар жылқыларды қуып жіберді. Қуын бүркіт түскен жерге қарай жүгірді. Олар қарап таң қалды. Түлкі жоқ. Ол жоқ сияқты, ал құс та тақтаға отырады. Ал бұл тас тақта қарапайым емес. Біреудің ғажайып кескіші оған сұлулықтың қызын мүсіндеді. Плитаның шетіндерінде кім менің суретімді тауып маған жеткізсе, ол менің қожайыным және жұбайым болады деген өрнек жазу болды. Жұмбақ олжаның алдында жігіттер сөзсіз және қозғалыссыз тұрды, және әркімнің жүрегінде тірі сияқты оларға пештен қараған нәрсеге деген сүйіспеншілік күшейе түсті. Үлкен ағасы айтты: біз қалай боламыз және не істейміз? Өйткені біз үшеуміз керемет тасты таптық. Ортаншы ағасы: біз жеребе тастаймыз. Тағдыр сұлулыққа кім бару керектігін шешсін. Бауырлар, біз бірге тасты таптық, деді інісі. Сонымен бірге сұлулықты бірге іздейік. Егер біз оны шынымен көргенімізге өте қуанышты болсақ, ол үшеуміздің ішімізден күйеуін таңдасын. Олар шешті. Олар пешті көтерді, ал оның астында жаңа таң қылдырды былғары қапшықта 3000 теңге бар. Олар ақшаны тең бөлді және ауылға кірмей қалыңдықты іздеу үшін кезіп жүрді. Бүкіл дала шетіне шықты, ер тоқымдарды тоздырды, ат әбзелдерін жұлып алды, жылқыларды өлтірді, бірақ бейнесі пеште түсірілген қыздарды еш жерден таппады. Ақыры ханның астанасына саяхатшылар келді. Мұнда шетінде ескі әйел кездесті. Жас жігіттер оған пешті көрсетіп, таста бейнеленген сұлулықтың қай жерде тұратынын білмей деп сұрай бастады. Мен қалай білмеймін, деп жауап берді әйел. Бұл біздің ханның қызы, оның есімі Айсұлу. Әлемде оның сұлулығы мен қадір-қасиетіне тең келетін қыз жоқ. Алыстағы жолдың шаршауы мен қиындықтарын ұмытып, ағайындылар хан сарайына асықты. Күзетші пештегі жазуды оқып, олардың бірден хан қызының бөлмелеріне жіберіп алды. Тірі Айсұлу көргенде жас жігіттер есінен танып қалды. Сұлулық айдың атын алды, ал өзі жарқын күн сияқты болды. Сен кімсің, деп сұрады Айсұлу. Сізді маған қандай іс әкелді? Үлкен ағасы бәріне жауап берді. Ханым, далада аң аулап жүргенде біз сенің бейнеңнен тақтайшаны таптық. Міне, жарты жарыққа сүйене отырып, оны саған әкелдік. Уәде етілгенді орында, Айсұлу. Өзіңізді таңдаңыз, күйеулер біздің біреуміз. Сұлулық қымбат кілемдерден көтеріліп, ағаларына жақындады. Ер жүрек жігіттер,
мен уәде бергеннен бас тартпаймын. Бірақ егер сіз үшеу болсаңыз және бәріңіз менің алдымда тең болсаңыз, мен қалай әділдік жасаймын? Ең лайықтысын қалай ажыратуға болады? Мен сіздің махаббатыңызды сезінгім келеді. Мен бір ай ішінде мен үшін ең сирек сыйлықты алатын адамның әйелі боламын. Мұндай шарт келсе ме? Ағайындылар оған тағзым етіп бірден жолға шықты. Ханның қызы олардың кежесінің жан-тәнімен ғашық болғанын білмеді. Оның сүйіспеншілігі соншалық сол күн мен сағаттан бастап ол қатты аурудан бозарып ери бастады. Көп ұзамай төсекке жатып, тіпті туған әкесін тануды тоқтатты. Хан үмітсіз болды. Ол қызын емдейтін адамға мың түйе беріп, әлемнің түкпір-түкпірінен дәрігерлер мен бақыстарды шақырды. Толық сарай емшілер мен сиқыршыларға толы болды. Бірақ ханның әдемі қызы күн өткен сайын нашарлай түсті. Осы уақытта үш ағайынды астанадан алыс болды. Олар ұзақ уақыт бойы ортақ жолмен жүрді, бірақ жол бөлініп кетті. Жігіттер әртүрлі бағытта жүрді. 30 күннен кейін осы жерде қайта кездесуге келісіп, қоштасуға келісті. Үлкен ағасы оңға қарай жүріп, біраз уақыттан кейін үлкен қалаға келді. Барлық дүкендерді айналып өтіп, ол бір таңғажайып жұмыста алтын жиектелген айнаны көрді. Бұл айна не үшін қажет деп сұрады жас жігіт. Айна 100 теңге тұрарлық, ал оның құпиясы 500. Оның құпиясы неде? Бұл айна, егер сіз таңертеңгі таңға қарасаңыз, онда сіз әлемнің барлық жерлерін, қалаларын, ауылдарын мен көшпенділерін көресіз. Маған осындай нәрсе керек, деді жас жігіт өзіне. Ол ойланбастан ақшаны санап, сатып алуды кеудесіне жасырып, шартты жерге оралды. Ортаншы ағасы орта жолда тіке жүрді. Сондықтан ол өз уақытында бейтаныс қалаға кірді. Шетелдік саудагерлер сауда жасайтын базарда таңқарарлық өрнектермен тоқылған жарқын кілем оның көзіне түсті. Кілемнің бағасы қандай? Деп сұрады ол сатушыдан. Кілемнің құны 500 теңге, ал оның құпиясы бірдей. Сіз қандай құпия туралы айтып отырсыз? Иә, бұл ұшақ кілемі. Ол адамды бір сәтте әлемнің кез келген жеріне апара алады. Жас жігіт сатушыға барлық ақшасын берді және кілемді түтікке орап, салтанатты түрде қаладан кетті. Жол айрығындағы інісі солға бұрылды. Жол оны шетелдік қалаға апарды. Ол барлық дүкендерге қарап, көшелерге ұзақ жүрді. Бірақ сүйіктісіне лайықты нәрсе оған еш жерде кездеспеді. Ол қазірдің өзінде үмітін үзіп, жаман қарттың лас дүкенінде қандай да бір жылтыр затты байқаған кезде рухы түсіп кетті. Бұл не? Деп сұрады жігіт. Саудагер оған қымбат тастармен көмкерілген алтын жотаны берді. Жас жігіттің көзі жанып кетті. Тарақ үшін не сұрайсыз? Сатушы қарлығып күліп, ашуланып сөйледі. Осы жерден жақсы сәтсіздікке ұшыраңыз. Мұндай затты қайдан сатып алуға болады? 1000 теңге тұр жотасы және 2000 оның құпиясы. Сіздің тарағыңыздың қандай құпиясы бар? Сіз оны соншалықты қымбат бағалайсыз. Қария жауап берді. Егер сіз осы тарақпен науқастың шашын тарасаңыз, ол денсаулыққа ие болады. Ал егер сіз қайтыс болған адамның шашын тарасаңыз, ол өмірге келеді. Менде тек 1000 теңге бар, деді қайғылы жас жігіт. Өкініп, маған осы ақшаға тарақ бер. Онда менің бақытым. Жарайды, деді қария, аузын қатты бұрап. Егер мен өз етімнің бір бөлігін беруге келесем, 1000 құрт үшін тарақты алыңыз.
мұнда жас жігіт оның алдында саудагер емес, зұлым адам, жегіш екенін түсінді, бірақ ол дірілдеп шегінбеді. Ол үнсіз қалтасынан барлық ақшаны төгіп тастады, содан кейін пышақты белгінің артынан жұлып алды. Кеудесінен ет бөлігін кесіп алып, қорқынышты қасіретке қан төледі. Тарақ оның меншігіне айналды. Тура 30 күннен кейін ағайындылар тағы да жол айрығына жиналды. Олар қатты құшақтап бір-бірінің денсаулығы туралы сұрады және сатып алуларымен мақтана бастады. Айсұлуға кімнің сыйлығы көбірек ұнайды бәрі ойлады. Барлығы бірдей жақсы, айна да, кілем де, тарақ та. Түн әңгімелерге өтті, ал таңертең жұлдыз шолпан көтеріліп, шығыс таң атқанда ағайындылар әлемде не болған жатқан білгісі келді және олар айнаға қарады. Бүкіл әлем олардың көз алдында жүзіп өтті. Ханның астанасы да көрінді. Бірақ бұл не? Сарайдың алдындағы көшелер қайғылы тобырмен қоршалған, онда біреу жерленген. Міне, бай зембілдерге марқұмды алып жүреді. Содан кейін бәрі көз жасымен қайғыдан бүгіліп хан келеді. Ағайындылар үйреленіп, әдемі Айсұлу қайтыс болды. Сол минутта ортаншы ағасы сиқырлы кілемді жайып жіберді, ал үш жігіт те бір-бірін ұстап тұрып оған аяқ басты. Кілем бұлттардың астына түсіп, бір сәттен кейін хан қызының ашық қабірінің алдына түсті. Жиналғандар шетке шықты. Хан кенеттен аспаннан ұшып бара жатқан үш жігіттің көз жасына қарап, не болып жатқанын түсіне алмады. Ал інісі өлі сұлулыққа асығып, шашын алтын тарақпен тарады. Айсұлу күрсініп, дірілдеп аяғына тұрды. Бұрынғыдай әдемі және одан да әдемі. Хан қызын кеудесіне қысып жіберді. Халық қуанып шу шығарды. Қуаныш пен көңілді барлығы сарайға қарай бет алды. Сол күні хан салтанатты мереке ұйымдастырып, оған құрметті қонақтар ретінде елорданың барлық тұрғындарын шақырды. Тіпті базардағы қоқыстармен қоректенетін қайыршы қария да шақырылды. Құрметті орында үш ағайынды отырды, ал Айсұлудың өзі оларға тамақ пен қымыз әкелді. Содан кейін жігіттер одан күйеулеріне кімді сайлағысы келетінін тағы да сұрай бастады. Айсұлу қайғырды, көз жасы оны кірпіктеріне жүгірді. Мен біреуін жақсы көремін, бірақ бәріңіз де сынақтан кейін менің алдында теңсіз. Өйткені әрқайсыңыз маған бұрын-соңғы болмаған сыйлық әкелдіңіз. Және ол әкесінен кеңес пен нұсқаулық сұрады. Ойланып, хан айтты: үлкен ағасы алған айна болмаңыз, сіз жігіттер Айсұлудың өлімі туралы білмес едіңіз. Орташа ағасы сатып алған кілем болмаса, сіз жерлеу рәсіміне уақытында жете алмайсыз. Ал інісінің жотасы болмаса, сіз менің қызымның өмірін қайтармас едіңіз. Мен сізге байлығымның жартысын беруге дайынмын. Бірақ Айсұлуның әйеліне кімді беру керектігін шеше алмаймын. Кенеттен көпшіліктің арасында қайыршық қарттың дауысы естілді. Ұлы хан, маған сөз айтайын. Хан бұл күні бақытты және мейірімді болды. Сөйле, деп шешті ол. Барлық жағдайды өлшегеннен кейін мен ағайындыларды осылай қарастырар едім, деді қайыршы. Айсұлу сыйлығы үшін қымбатырақ төлеген адамға тиесілі болсын. Хан басын изеді. Солай болсын. Мен айна үшін 600 теңге бердім, деді үлкен ағасы. Мен кілем үшін 1000 теңге бердім, деді ортаншы. Мен тарақ үшін 1000 теңге бердім. Інісі есін жиып, басын төмен түсіріп, үнсіз қалды. Үндемеңіз, деп айғайлады хан. Шындықты айт. Содан кейін жас жігіт шапанын ашып, бәрі оның кеудесінде саңылау жарасын көрді. Айсұлу айғайлап, бетін қолымен жауып тастады. Ал хан батырды құшақтап былай деді: мен саған қызымды әйеліме беремін. Менің күйеу балам және мұрагер бол. Қонақтарға бұрылып, ол екі үлкен ағаны
өзінің уәзірлері етіп тағайындайтынын, алда кеңес берген қайыршы қартты жоғары би деп жариялады. Осыдан кейін көңілді мереке тағы да шу шығарды. Ол 30 күнге созылды, бірақ олар оны 40 күн өткізді, ал оның жады біздің уақытқа дейін өмір сүрді.